Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Диктантымыздың тақырыбы қорқыт. Диктантты бастамас бұрын мәтінді оқып беремін. Мұқият тыңдаймыз. Қазақ музыкасымен, ән күймен бірлікте аталатын есімнің бірі Қорқыт Ата. Ол күллі түркі халықтарына ортақ данышпан адам. Қорқыттың мазары Сырдария бойымен жүріп отырсаңыз, Қызылорда облысының Қармақшы ауданында тұр. Темір жолмен, басқа көлікпен әрі-бері өткенде ата әруағына сыйынып, іштей дұға оқиды. Даналығымен ел есінде сақталған қасиетті бабамыздың бойындағы дарыны кейінгі ұрпақтарына да үлкен өсиет. Ол өзінің өмірінде халқы үшін жанын аямаған өр тұлға. Ендеше диктантымызды бастаймыз. Қазақ музыкасы мен ән күйімен бірлікте аталатын есімнің бірі Қорқыт Ата. Қазақ музыкасымен ән күйімен бірлікте аталатын есімнің бірі Қорқыт Ата. Жаңа сөйлем. Ол күллі түркі халықтарына ортақ данышпан адам. Ол күллі түркі халықтарына ортақ данышпан адам. Жаңа сөйлем. Қорқыттың мазары Сырдария бойымен жүріп отырсаңыз, Қызылорда облысының Қармақшы ауданында тұр. Қорқыттың мазары Сырдария бойымен жүріп отырсаңыз, Қызылорда облысының Қармақшы ауданында тұр. Жаңа сөйлем. Темір жолмен, басқа көлікпен әрі-бері өткендер ата әруағына сыйынып, іштей дұға оқиды. Темір жолмен, басқа көлікпен әрі-бері өткендер ата әруағына сыйынып, іштей дұға оқиды. Жаңа сөйлем. Даналығы мен ел есінде сақталған қасиетті бабамыздың бойындағы дарыны кейінгі ұрпақтарына да үлкен өсиет. Даналығы мен
ел, есінде, сақталған, қасиетті, бабамыздың, бойындағы, дарыны, кейінгі, ұрпақтарына да, үлкен, өсиет. Жаңа сөйлем. Ол өзінің өмірінде халқы үшін жанын аямаған өр тұлға. Ол өзінің өмірінде халқы үшін жанын аямаған өр тұлға. Осымен диктантымыз аяқталды. Мен мәтінді оқып шығамын, жазған диктанттарыңды тексеріп алыңдар. Қазақ музыкасымен, ән күймен бірлікте аталатын есімнің бірі Қорқыт Ата. Ол күллі түркі халықтарына ортақ данышпан адам. Қорқыттың мазары Сырдария бойымен жүріп отырсаңыз, Қызылорда облысының Қармақшы ауданында тұр. Темір жолмен, басқа көлікпен әрі-бері өткендер ата әруағына сыйынып, іштей дұға оқиды. Даналығымен ел есінде сақталған қасиетті бабамыздың бойындағы дарыны кейінгі ұрпақтарына да үлкен өсиет. Ол өзінің өмірінде халқы үшін жанын аямаған өр тұлға.